бүгінгі таңда әліпби ауыстыру мәселесіне байланысты термин қабылдауда небір түрлі көзқарастар, бағыттар, ұстанымдар пайда болып жатыр. Осы кезде әрине дағдарыста нені қалай алған дұрыс, не істеген дұрыс, терминдерді қазаққа жатық болу үшін, қазақтың өзінің атауындай болып кету үшін шет сөздерді қалай бейімдеуіміз керек. Осы мәселеге келгенде әркім әртүрліше пікір айтып жүр. Біреулер ағылшын тілінде түпнұсқада қалай тұрса солай алайық дейді. Біреу орыс тіліндегі нұсқада қалай тұрса солай алайық дейді. Біреулер қазақ қылайық дейді, бірақ қалай қазақлаудың жолын көрсете алмай келеді. Осы орайда 20 ғасырдың басында Алаш зиялыларының еңбектері, әсіресе Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан бастаған Алаш зиялыларының еңбектері бірден бір дереккөз бола алады. Бәрімізге белгілі 20 ғасырдың басында халық ағарту комиссары болған кезде, қазіргі тілмен айтқанда білім ғылым министрі болған кезде, Ахмет Байтұрсынұлы басқа тілден, әсіресе орыс тілінен қазақ тіліне кітаптар аударуды, оқулықтар аударуды қолға алған болатын. Осы кезде Әлихан Бөкейхан астрономияны аударды, Халел Досмұхамедұлы гигиена аударды, Қошке Кемеңгерұлы химияны аударды, Елдес Омаров физиканы аударды, геометрияны аударды дегендей. Алаш зиялылары осы аудармасына ерекше мән берген, ерекше атсалысқан. Осы кезде шеттен сөз алған кезде қандай принцип негізге алған дегеніне қарайтын болсақ, бірінші кезекте қазақтың өз сөзінен балама іздеуге тырысқан, балама табуға тырысқан және мүмкіндігінше тапқан. Екінші, қазақ тілінен табылмаған жағдайда басқа түркі тілдерінен алуға тырысқан. Үшіншіден, егер қазақ тілінде де түркі тілдерінде де балама табылмаған жағдайда қазақ тілінің дыбыстық заңдылықтарына сәйкестендіре отырып сол шет сөздің алған. Бүгінде біз сол сәйкестендіруін қандай заңдылықтар негізге алды, тілдегі қандай нормаларға сүйенді деген кезде біз осы Алаш зиялыларының еңбектеріне бірден бір назар аударуымызға болады. Телжан Шонанұлы шет сөздердің імласы жайында деген мақаласында осы қазіргі кезде баспасөз бетінде, сөйлеу тілінде көптеген шет сөздердің ешқандай заңдылыққа бағындырылмастан қалай болса солай аударылып жатқанын айтады, қалай болса солай алынып жатқанын айтады. Осы кезде осыған байланысты айтады, кейбір сөздерді дейді, түпнұсқада қалай тұр? Мысалы, комиссариат болса, сол комиссариат түрінде алып жатқандар бар дейді. Олай түпнұсқаға мейлінше жақындатып алу, немесе қазақтың тілі келмесе қалай болса солай алу, ол қазақ тілінің, қазақ халқының Бұқараның бірден оны алып кетуіне, терминді меңгеріп, игеріп кетуіне бірден бір тосқауыл болады дейді, кедергі болады дейді. Және ол кісі айтады, тілі күрмеліп, халық айта алмайды дейді. Ал айта алмаған нәрсесін ол қолданудан қашады дейді. Шындығында солай. Және айтады, қазіргі кезде мынау қалың Бұқараның тілі қаншалық келетіне санаспай жатқанның кесірінен көптеген терминдерді қолданысқа енгізе алмай отырмыз дейді, айналымға енгізе алмай отырмыз дейді. Осы кезде нені негізге алуымыз керек, не істеуіміз керек дегенде, ол кісі айтады, ертеректе қазақ тіліне орыс тілінен енген сөздер, мысалы самауыр, болыс деген сияқты сөздерді алуымыз керек дейді. Бөкебай деген сияқты сөздерді негізге басшылыққа алуымыз керек дейді. Және осы уақытқа дейін кірген араб парсы сөздер қалай икемделді, соны басшылыққа алуымыз керек дейді. Және шет сөздердің жазылуына, соны қазақ тіліне нормалауға байланысты арнайы ереже болу керек дейді. Шындығында олар ережені жасап шығарады. Қандай ереже дегенде, қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде 1924 жылы Орынборда болған съезде осы термин мәселесіне байланысты Елдес Омаров баяндама жасайды. Сонда баяндамасында термин қандай болу керек деген мәселеге бірден бір жауап береді. Сонда көп нәрсе келгенде Елдес Омаров айтады, терминді қазаққа мейлінше жақын болу керек дейді. Қалың Бұқараға мейлінше жақын ету керек дейді. Қалың Бұқараның тілі күрмелместен жету керек дейді. Сосын қазақ тіліндегі заңдылықтарды көрсетіп береді. Сондай заңдылықтардың бірі, мысалы, сөздің соңында Б, Г, Ғ, Д дыбыстары сөз соңында келмейді дейді. Сондықтан қазақ тілінің төл сөздерінде келмейтін болғандықтан шет сөздерден термин алған кезде біз шет сөздердің соңындағы Б, Г, Ғ, Д дыбыстарын қатаңға айналдырып жіберуіміз керек дейді. Себебі сөздің соңында ұяң жаңа аталған Б, Г, Ғ, Д дыбыстары келмейді дейді. Ал ол шындығында да Алаш зиялылары осы идеяны өте керемет қуаттайды. Осыған байланысты сол кезде Тұрағұл Абайұлының еңбектерін, аударма еңбектерді көп жазды ғой. Немесе Ахмет Мамытұлының еңбектерін қарап отырсақ, микроб дегенді Б-мен жазбай, П-мен жазады. Немесе Қажым Басымұлының еңбектерін қарасаңыздар, араб дегенді біз қазір Б-мен жазып жүрміз. Ол кезде Қажым Басымұлы П-мен жазады. Оның себебі бұл дыбыстарға, бұл сөздерге жалғанатын қосымша қатаңнан басталады. Жалпы мына 20 ғасырдың басында сөздің соңында қандай дыбыс тұрған, қандай фонема тұрған, қандай әріп болуға тиіс екенін анықтау үшін осы қосымшаларды жалғап көрген.
Қосымша ешқашанда мына қатаңнан басталатын қосымша ұянға, дауыстыға біткен сөздерге жалғанбайды, немесе үндіге біткен сөздерге біздер қатаңнан басталған қосымша жалғай алмаймыз. Осы заңдылықты шет сөздерге де сол күйінше енгізген. Бұл әрине біз бүгінгі таңда да өте дұрыс деп есептейміз. Осыған байланысты қазіргі кезде біздер фитнес-клуб деп жүргеніміз, немесе аншлаг, рычаг, хирург, драматург, металлург, гидролог, маркетолог сияқты, геолог, шоколад, лимонад, мармелад деген сияқты сөздердегі сөздің соңында г, б, г, д келетін жердің бәрін қатаң п, к қылып жіберуге болады, т қылып жіберуге болады. Әбден болады. Себебі біздің қазақ тілінің заңдылығында сол тура келеді, сол дұрыс келеді. Мысалы, немесе слайд, швед деген сияқты сөздерді, рейд, фастфуд деген сияқты сөздердің бәрінде сөздің соңында ұяң қылмастан қатаң қылып жіберуге болады. Бұл сол кездегі норма болған және ол кісілер солай енгізген. Біз қазір соны әбден ұстауымызға болады. Немесе осы шет сөздердің імләс жайында деген мақаласында және Ахмет Байтұрсынның еңбектерінің бәрінде де айтады. Сөздің басында, қазақ тілінде сөздің басында екі дауыссыз қатар келмейді дейді. Шындығында қалай қарасаңыз да қазақ тілінде сөздің басында екі дауыссыз қатар келмейді. Мысалы, ол кездегі сөздерді, мысалы, драма дегенді, олар д-дан кейін ы-ны бейнелеген. Драма деп жазған, бром деп жазған. Қазір біз бром, драма деп жазып жүрміз ғой. Драм, брома, бронхит деп жазған, яғни б-дан кейін ы-ны жазған. Бұл әрине өте дұрыс нәрсе. Және мына 1926 жылы әскери атаулар сөздігі жарық көрді Үмбетбайұлының құрастыруымен. 1927 жылы қазақ біліп мына Қарачыққан құрастыруымен пән сөздері жарық көрді. 1931 жылы атаулар сөздігі жарық көрді. Осы сөздіктердің бәрін осы 1925 жылы Мәскеуде 10.000 данамен жарық көрді қазақша, орысша тілмаш Қошмұхаммед Кемеңгердің редакторлық етуімен. Осы сөздіктердің бәрін қарап отырсаңыздар, жаңағыдай сөздің басында екі дауыссызды келтірмейді. Мүмкіндігінше қазақ тілінің заңдылықтарына сүйеніп жазады. Ал енді біз қазіргі кезде академик Рабиға Сыдықованың еңбектеріне сүйенетін болсақ, Рабиға апай өзінің қазақ тілінің аңтағышы деген кітабында айтады, қазақтың тілінде немесе араб парсы тілінен енген қазақтың өз сөзі болып кеткен сөздерде дейді, екі дауыссыз дыбыс қатарынан келмейді дейді. Сондықтан қазіргі кезде Исмаил қылып, СМ қылып жазып, ырза қылып, РЗА қылып, немесе рысалды бірден РСА деп берген. Осы сөздердің бәрі қате дейді. Оның алдында, артында міндетті түрде дауыстылар болу керек дейді. Ырза, ырсалды, немесе рысалды, немесе ыстансы. Қазір мына станция дегенде кезінде станса деп алса, осы кейінгі жылдары стансы қылып алып жүрді. Рабиға апай айтады, осы мүлдем егер шынымен бейімдейтін болса қазақ тіліне, онда стансы болу керек дейді. Сөздің алдында болу керек дейді. Стақан болу керек, стансы болу керек дейді. Немесе станок. Осындай заңдылықтар болу керек дейді. Шындығында қазақтар айтқан кезде оны стакан деп орыстар құсап айта алмайды. Біздер ы-ны алдына жалғаймыз. Таза қазақша білетін, қазақша сөйлей алатын адам, дұрыс сөйлейтін адам стақан деп сөйлейді, станция деп сөйлейді. Сондықтан осы заңдылықтарды біз тілімізге де келтіруіміз керек. Қазақ тілінің өзіндік дыбыстық ерекшелігіне сәйкес екі дауыссыз бір ғана жағдайда сөздің соңында келуі мүмкін. Ол егер алдыңғысы үнді болып, соңғысы қатаң болатын болса, екі дауыссыз сөздің соңында келе алады. Мысалы, қант, серт дейміз, жалт, жұлт дейміз, шарт дейміз, кент. Бұлардың бәрінде қазақ тілінің өзінің заңдылығы үндіден кейін қатаң келеді. Кезінде бұны Қошмұхаммед Кемеңгерұлы дауыссыз дифтонг деп атаған болатын. Яғни үнді мен қатаңның сөздің соңында келу біздің қазақ тілінің заңдылығына сәйкес келеді. Осыған байланысты біздер қазір цемент, фермент, финанс, фонд, банк, пульт деген сияқты сөздерді кейбіреулер пөліт, жаңағыдай цемент, банкі деген сияқты алып береді. Түкке де қажет жоқ ол нәрсенің. Себебі қазақ тілінің өзінің заңдылығында бар. Сондықтан біздер үнді мен қатаң сөздің соңында келуін біз әбден сақтауымыз керек. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ал керісінше басқа жағдайдың бәрі ешқайсысы қазақ тілінде келмейді. Мысалы, екі дауыссыз қосар келуі, мысалы, грамм, класс деген сияқты сөздерді, грипп, металл деген сөздерді екі дауыссыз сөздің соңында екі бірдей дауыссыздың келуі қазақ тілінің заңдылығына қайшы. Сондықтан ондай жағдайда қазақ тілінде бәрін түсіріп тастаған. Бір дауыссыз түсіріп тастаған, одан ештеңе де жоғалмайды. Немесе екі дауыссыз қатар келмейді. Мысалы, трест деген сияқты сөздерді, юрист, экономист деген сияқты сөздерді бізге сөздің соңында, мысалы, соны Байтұрсынлардың ұстанымдарымен егер сөздің соңына біздер қосымша жалғап көретін болсақ, экономисі дейміз, экономисті демейміз, тресі дейміз, тресті демейміз, немесе юрисі дейміз, юриске дейміз. Түсіп қалады. Яғни ол біздің тілімізде жоқ деген сөз. Біздің тілімізге бейімдегенде оның түкке де қажет жоқ. Академик Рабиға Сыдықованың анықтағышын қарасаңыздар, қосымшалар жалғанғанда соңындағы дауыссыз, қатаң дауыссыздардың бәрі түсіп қалады. Яғни оны түбір тұлғасында да әбден түсіріп тастауға болады. Себебі біздің қазақ тілінде
орыс тіліндегі поезды деген сөзді қазақ тілінде икемдегенде поезд деп икемдеп алды. Онда тұрған түк жоқ. Поезд қазір қолданысқа еніп кетті, ешкім оған қарсылық білдірмейді. Немесе 20 ғасырдың басында съезд деген сөзді, мысалы қазақ білімпаздарының тұңғыш съезді дегенде съезд деп алған. Съезд соңында д жоқ. Сол сияқты разъезд, подъезд дегеннің бәрін сол заңдылыққа салуға болады. Жаңа экономист, трес, юрист дегеннің бәрін сол заңдылыққа салуға болады. Сөздің соңында тыны жазбай-ақ сымен ақ аяқтауға болады. Соңындағы қатаңның біреуін ғана алғашқысын қалдырып, соңын түсіріп тастауға болады. Қосымша жалғанғанда олар түсіп қалып тұр. Ахмет Байтұрсын бастаған Алаш зиялылары осы қосымша жалғау арқылы көп нәрсені анықтап алған. Шындығында қосымша жалғау арқылы бұның бәрі анықталып ашылып тұр. Ал қазіргі кезде біздер бәрін сол орыс тілінде қалай жүр соны аламыз да, сосын қосымша жалғанған кезде ғана оны түсіріп тастаймыз. Онымыз енді кішкене ақылға сыйыңқырамайды. Немесе түсіріп тастауға болады. Екінші факт, кейде кейбір сөздерімізде, мысалы енді арнайы мен санамалап көрсетпей-ақ қояйын, бірақ с, к, ф, т, к, т мен келетін сөздердің соңына ы, дәнекер қосымшаларын қосуға болады. Оны жаңа ғылым тілінде протеза, эпинтеза деп айтады, өзінің нелері бар. Яғни қандай да бір тілге икемдеген кезде соңында алдында бір дәнекер дыбыстар жүреді. Ол қай тілдің де барлық тілдерде барлық нәрсе ол сондықтан заңдылық. Мысалы факты. Біздер факт деп айтпаймыз ғой. Факты-ні айтамыз, біз еріксіз айтамыз. Акты деп айтамыз. Акт деп тұрып қалмаймыз. Акты дейміз. Факты дейміз. Лифті дейміз. Сонда осыны түбір тұлғасында Байтұрсындар сөйтіп жазады. Кім Қошмұхаммед Кемеңгерлер айтады, біздер акты деген кезде, енді қазір біздер а мен к-ні тіркестіре беретін болдық қой. Сол кезде қазақтар дейді, акты дегенде қазақ акты деп айта алмайды дейді, акты деп айтады дейді. Себебі к мен а тіркесе алмайды дейді. Яғни бұлар тіркесімге ерекше мән берген, сингармонизмнің бұзылуына ерекше мән берген. Ал қазіргі кезде біз әрине сингармонизмнен біраз айырылып бара жатырмыз. Бұл әрине өкінішті. Сингармонизмге мүлдем түгелдей бағындыру керек деп айтпаймын, бірақ бағындыруға келетін тұстарды бағындырып алуымыз керек. Себебі бұл сингармонизм біздің тіліміздің негізгі заңдылығы, негізгі басшылыққа қағида ретінде ұстанатын нәрсеміз сингармонизм заңдылығы. Сондықтан осы акты, факты деген сияқты, перфекті деген сияқты сөздерді соңындағы ісімен бірге жаза беруіміз керек. Себебі олар қосымша жалғанған кезде біздер актіге демейміз, актіге дейміз, актісі дейміз. Яғни қосымша жалғанған кезде ана жерде мен тұрғаны көрініп-ақ тұр. Сондықтан бұл жерде басқа тұратын ештеңе жоқ. Қосымша жалғау арқылы тексеру керек болды. Одан басқа ешқандай интеллекті дегенде, мысалы перфекті дегенде, рецепті дегенде, осының бәрін соңында ні жалғап жаза беруге болады. Себебі біз рецептке демейміз, рецептіге дейміз, перфектіге, интеллектісі дейміз. Сондықтан бұл жерде нің тұрғаны заңдылық. Немесе бір қатар дауыссыздар қатар келген кезде, оның әрине біздер нақты көрсеттік, қандай дыбыстар қатар келетін. Қазір мен енді бұл жерде дауыссыздар санап отырғанмен бәрі ешкімнің есіне сақталмайды, бірақ мақала түрінде біз жазып көрсетіп айтып жүрміз, слайд түрінде оны көрсетіп береміз кейін. Мысалы бокс деген, аффикс деген сияқты сөздерде, метр, трактор, титр, театр, фильтр деген сияқты сөздерде соңғы екі дауыссыздың арасына, соңына емес, арасына жаңағыдай дәнекерлерін қосуға болады. 20 ғасырдың басында сөйтіп жазған, трактор деп жазған, соңында, метр деп жазған, титр деп жазған, яғни бар ол кезде. Бізде соны пайдалануымыз керек, солай жалғастыруымыз керек. Оркестр дегенде, оркестр қазақ, оны т-дан кейін бар қазақтың айтуында. Сондықтан соны біз жазуымыз керек. Себебі т мен р тіркесе алмайды. Керісінше үнді мен қатаң тіркесе алады, ал қатаң мен үнді керісінше тіркесе алмайды. Екеуі орнын ауыстыра алмайды. Сондықтан осындай жердегі заңдылықтарын біз қатаң сақтауымыз керек. Және бірден бір негізгі тәсіл қосымша жалғап көруіміз керек. Қосымша жалғанғанда қалай жалған тұр қосымша, соған байланысты қарай соның түбір нұсқасы қайсы екен өзінен өзі анықталып тұрады. Және бізде кірме сөздердің көптеген кірме сөздер қазіргі кезде ыңғымен аяқталады. Ыңғы өте көп. Мысалы ол оңғы, ингі, енгі деген буындармен аяқталады. Ол сөздердің соңында қазақ тілінің заңдылығы бойынша ыңмен жазуға болады. Себебі сол сөздердің барлығының транскрипциясын қарадық біздер ағылшында. Бәрінде ың. Орыстарда, орыс тілінде ың болмағандықтан олар амал жоқ ңмен беріп отыр. Ал ол біздер орыс тілінен алмайық, сол ағылшын тілдегі түпнұсқа қалпынан тікелей алуымыз керек та, қазақ тілінің заңдылығына салып ыңғы емес, ыңды ғана жазуымыз керек. Себебі қазақ тілінде ыңғы тіркесе алмайды, ыңғыға келетін бізде сөз жоқ. Сондықтан осындай, мысалы банкинг, рейтинг деген сияқты сөзде, инженеринг деген сияқты, роуминг, ринг, сленг деген сияқты сөздердің бәрін ыңмен ғана жазу керек, болды. Ол біздің қазақ тілінің заңдылығына келіп-ақ тұр. Транскрипциясында солай тұр. Олар айтылуда, дұрысылуында ыңмен айтады. Сондықтан біз осы заңдылықты түгел сақтауымыз керек.
Және 20 ғасырдың басындағы алаш зиялыларының тағы бір ескерткен нәрсесі, егер сөздің бастапқы буындарында езулік дауысты болып, соңғы буынында еріндік дауысты болатын болса, және сол еріндік дауысты тұрған сөзге екпін түспейтін болса, ол еріндік дауысты езулікке айналдырып жіберу керек дейді. Мысалы, трактор деп айтпайды олар, трактор дейді. Немесе директор демейді, директор, корректор дейді. Корректор деп жазады, директор деп жазады. Осындай сөздер көп, редактор деп жазады. Осындай сөздер көп. Бізде соны сақтауымыз керек. Сөздің соңында егер алдыңғы буындарда еріндік болмайтын болса, соңғы буында тұрған еріндікті езулікке айналдырып жіберу керек. Сонда бәрі біркелкі болып шығады. Ерін езу үндестігі біздің тілімізде бар. Біз соны сақтаймыз. Бұл әрине өте жақсы нәрсе. Және Ахмет Байтұрсынның еңбектерінде де, Телжан Шонановтың еңбектерінде, Құдайберген Жұбановтың еңбектерінде де, Елдес Омаровтың еңбектерінде айтылатын тағы бір қағида, егер сөздің соңында а дыбысы келетін болса, оған екпін түспейтін болса, оны түсіріп тастауға болады дейді. Мысалы, глюкоза дегеннің орнына глюкоз деп айтуға болады дейді. Морфема дегеннің орнына морфем, фонема дегеннің орнына фонем, немесе награда. Шындығында біздер награда демейміз, наград дейміз ғой, наградталды дейміз. Наградаланды деп айтпаймыз, наградталды дейміз, марапатталды, наградталды дейміз. Немесе карта дегеннің орнына карта деп жазуға болады. Яғни мына гитара, мысалы шынына келгенде қазақтар гитараны берші демейді, гитарды берші дейді, гитар тартшы дейді. Сонда сөздің соңындағы аның түкке де қажеті жоқ. Міне біздің өзіміз алаш зиялыларының еңбектерінде осының барлығы көрсетіп тұр. Енді сондағы жүйені, сондағы заңдылықты, норманы сақтауымыз керек та, біз қазір тілімізге кіріп жатқан, еніп жатқан сөздердің барлығын сол нормаға салуымыз керек. Яғни формула, сол формулаға салуымыз керек. Болды, қазақы болып шыға келеді. Ол жерде әркім әртүрліше жазып шығарудың қажеті жоқ. Жаңа Телжан Шонанов өте дұрыс айтып отыр. Шет сөздерді қабылдаудың өзіндік заңдылығы болу керек. Сол заңдылыққа бағындыруымыз керек. Әркім өзінше ойына қалай келеді, солай жаза беруге болмайды. Ол тілдің дымы қалмайды онда. Тілдің бүкіл заңдылығы бұзылады. Әркім өз ойынша жазатын болса, ол кейде қазір бізде жаңа фонетикалық принципті негізге аламыз ба, басқа принципті негізге аламыз ба, түпнұсқа принцип деушілер де бар. Түпнұсқа принципі кезінде Халел Досмұхамедұлы айтады, шеттен сөз қабылдаған кезде сол түпнұсқа принципіне аламыз дейтіндер тілімізге орасан зиян келтіреді дейді. Шындығында солай. Түпнұсқамен жазғанның кесірінен біздер 42 әріпке жеткізіп алдық қой, әріптің санын. Сондықтан бұл жаққа келгенде біздер қазақ тілінің заңдылығына сәйкестендіруіміз керек. Қазақ тілінің сингармонизм заңына мүмкіндігінше үйлестіруіміз керек. Және мүмкіндікше жаңа айтылып тұрған нәрсенің барлығы ол Ахмет Байтұрсынның немесе Телжан Шонановтың ойдан шығарған нәрсесі емес. Қазақ бұрыннан шеттен енген сөздерді солай қабылдады. Қазақтың төл сөздерінің барлығы сол заңдылыққа бағынады. Сондықтан біз соны да алуымыз керек, негізге алуымыз керек. Немесе мысалы Европа дегенде қазақтар оны Жауропа деп алған. Себебі емен о бір сөздің бойында келе алмайды. Ана жердегі е емес и а деп алғанда, ал и қазақ тіліне келгенде ж-ға ауысады. Сонда Жауропа деп алған. Жауропа. Азия дегеннің орнына Азия деп алған. Америка дегеннің орнына Америка деп алған. Сондай осында сөздің соңғы буынына келгенде, меніңше кейде біздер айтамыз ғой, қазақ тілінде екпін сөздің соңғы буынына түседі. Үнемі олай емес. Себебі мысалы келеді деп тұрмаймыз ғой біздер, келеді дейміз. Келемін деп тұрмаймыз, келем дейміз. Сондықтан осындай тұстарға келгенде қазақ тілінің заңдылықтарын нақтылап алу керек та, соған сәйкес біз қазіргі шеттен енген терминдерімізді соған сәйкестендіруіміз керек. Ал ол үшін нені дерек көзі ретінде аламыз, кімнің еңбегіне сүйенеміз, қандай деген кезде Ахмет Байтұрсын бастаған алаш зиялыларының еңбектері бәрі дайын тұр. Мен өзі Орынборға барғанда, Қазанға барғанда осы туралы баяндама жасағам орыс тілінде. Сонда баяндама біткеннен кейін зерттеушілер келіп жиналып сұрады, мынаның барлығын қайдан алдыңыз, қалай анықтадыңыз бұның бәрін? 20 ғасырдың басында Байтұрсын айтып берді десем, не деген бақытты халықсыңдар дейді. Соның бәрін норма қылып жазып кеткен, қандай керемет мықты ғалым болған деп. Біз өзіміздің сол Байтұрсынның бастаған алаш зиялыларының еңбектерін негізге алуымыз керек. Солардың қадірін білуіміз керек. Себебі ол жерде ол кісілер европоцентризмге әлі адаса қойған жоқ. Қазір біздер кейде айтады ғой, Елдес Омаровтың сөздерінде бар, сөзді қазақтың жалпы тілді бұзатын оқығандар дейді. 20 ғасырдың басында тура осындай жағдай болған. Қазір мына фонемнан айырылуға болмайды, біз ф-ны айта аламыз, біз ц-ны айта аламыз. Неге оларды қолданбаймыз деушілер бар. 20 ғасырдың басында ешбір деп жазғанға қарсы болған. Ешбір деп жазайық, ешкім деп жазайық, әркім деп жазайық. Яғни сөздің алдында х, араб парсынан енген кезде сондай болған. Хөкімет деп жазайық деп сөйтіп жазды. Бірақ Ахмет Байтұрсын оның бәрін тоқтатты. Қазақ тілінің заңдылықтарына салды. Ал қазір ешкім ешбір, әрбір деп ешкім айтпайды, хөкімет деп ешкім айтпайды. Бәрі сақталып, кәдімгідей қазақтың өз сөзіндей болып кетті. Сондықтан осы жаққа келгенде біздер сол алаш зиялыларының еңбектерін тағы да ой елегінен өткізіп, сол кісілердің еңбегі бізге шамшырақ болу керек. Біз сонда ғана тіліміздің таза
тазалығын сақтай аламыз. Сонда ғана біз тілдегі норманы, жүйені сақтаймыз, қазақ тілін бүлдіріп алмаймыз. Және түпнұсқада қалай тұр деп қайтаран бір басқан шоқпарымызды екінші рет баспаймыз. Бір рет біз шоқпарды бастық, 42 қаріп шығарып алдық. Енді одан айда Құдай сақтасын. Сондықтан негізгі біздің міндетіміз қазақ тілінің заңдылықтары осы қалай деген тұста міндетті түрде Алаш арыстары қалай жазды. Алаш арыстары Ахмет Байтұрсын өзінің өмірін, жалпы сол бүкіл Алаш арыстары мен біткен ойпаң жерге алас ағаш деп мұржақыпты айтады. Байтұрсын айтады, мен масамын дейді, сары маса болып мен шырылдап, ызыңдап ақ мен өлейін, құрбан болайын. Барлығы Алаштың, қазақтың жолы үшін құрбан болды. Ендеше сол еңбек құрбан болған азаматтарымыздың, арыстарымыздың еңбегін дұрысынан бағалап, дұрысынан пайдалана білуіміз керек. Бүгінгі таңда біздер болашаққа бағдар рухани жаңғыру деп жатырмыз. Рухани жаңғыруды әркім әртүрліше түсініп жатыр. Шындығына келгенде, рухани жаңғыруда біздер бұрынғы кодымызға келуіміз керек. Себебі Назарбаев елбасымыз өзі де сөйтіп айтқан. Рухани жаңғыру дегеніміз, рухани ұлттық код дегеніміз тамыры тереңнен алатын ұлттық код дейді. Тамыры тереңнен алатын ол әрине Алаш зиялыларының еңбектері. Алаш зиялыларының еңбектерін біздер өткен 20-шы ғасырдың басында қалып қалатын сол бұрынғы өткен ғасырдың бір дүниесі емес, қазақ тілінің заңдылығын көрсететін керемет құнды дүние ретінде бағалауымыз керек. Сондықтан осы терминдерді қабылдауда, қандай да бір тілдік ұстанымдарды негізге алған кезде, ұстындарды анықтаған кезде біздер Алаш зиялыларының еңбектерін басшылыққа алуымыз керек, сол кісілердің еңбектеріне сүйенуіміз керек. Осымен енді шағын баяндамамызды аяқтаймыз. Назарбаевтың дағындарыңызға рахмет.